Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шиені қансыз қысқа сақтау жолын көрсетемін. Ең алдымен шиелерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Енді осы шиелерімізді жақсылап жуып тазаланған банкілерімізге салып аламыз. Банкілерді стерильдеп алмасаңыздар да болады, қаласаңыздар стерильдесеңіздер де болады, бірақ мен стерильдемей осылай банкілеріме шиелерді толтырып салып шығамын. Енді осы банкілеріміздің үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, крышкаларын бірден жабамыз. Мен банкілерге шиелерді кішкене көбірек салып жіберіппін. Міндетті түрде біздің шиелеріміз суға батып тұратындай қылып саласыздар. Кейіннен мен кішкене алып тастадым оларды. Банкілерімізді жайғастырып, үстін қалың одеялмен жауып, бөлме температурасына 20-30 минутқа қалдырамыз. Олға дейін мен қалған шиелерімді осындай салафан қалташаларына салып, мұздатқышта сақтауға қоюға дайындаймын. Кез келген салафанға арнайы салафандарын сатып алып қойсаңыздар да болады, немесе жоқ болса осындай салафандарға салып қатырып қойсаңыздар, кез келген уақытта алып варенье жасауға немесе қыста компот жасауға болады. Дана-дана болып бір-біріне жабыспай сақталатын болады. Енді біз жарты сағат уақыт өткеннен кейін одеялымызды алып, банкілеріміздің суын төгіп алатын боламыз. Барлықтарының суын төгіп, енді осы суды қайтадан қайнатамыз, және де міндетті түрде үстіне кішкене су қосып жіберу қажет болады, себебі банкілерімізге су жетпей қалуы мүмкін. Міне осылай жақсылап қайнағаннан кейін, енді банкілеріміздің үстінен қасықтың ұшымен лимон қышқылын салып шығамыз, көз мөлшерімен, осылай қасықтың ұшымен. Енді қайнап тұрған суымызды толтырып құйып, банкілерімізді арнайы банк жапқышпен жақсылап жауып тастайтын боламыз. Бұл шиелерді қыста сіздер алып, компот жасасаңыздар, немесе түрлі пирогтарға қолдансаңыздар, және де қант қосып, варенье жасасаңыздар да болады. Жабылған банкілерімізді осылай тексеремізді, төңкеріп қойып, қалың одеялмен жауып бір күнге қалдырасыздар. Толық суығаннан кейін бір күннен кейін алып салқын жерде сақтайсыздар. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған Ақбота.